Сәлем болашақ дәрігерлер, бүгінгі тақырып адам эмбриологиясының дамуы. Адам эмбриологиясының дамуынан бұрын онтогенезді білуіміз қажет. Онтогенез жеке даму, яғни ұрықтанғаннан бастап тіршілігін табиғи жойғанға дейінгі кезең. Онтогенез өзі екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең эмбриондық кезең. Эмбриондық кезең дегеніміз ұрықтанғаннан бастап нәрестенің дүниеге келгенге дейінгі кезеңді қамтиды. Келесі постэмбриондық кезең. Постэмбриондық кезең дегеніміз нәресте дүниеге келген сәттен бастап тіршілігін табиғи жойғанға дейінгі кезеңді айтамыз. Келесі прогенез. Прогенез бұл эмбриогенездің алдында жүреді. Яғни бұл дегеніміз жыныс шашушаларының, жыныс бездерінің даму процесі болып саналады. Яғни аталық жыныс шашушасының дамуы, пісіп жетілуі, сперматогенез болса, аналық жыныс шашушасының дамуы, пісіп жетілуі абогенез болып саналады. Сперматогенез өзі 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең көбею кезеңі. Көбею кезеңінде аталық жыныс шашушасы митоздық жолмен үздіксіз бөліну нәтижесінде сперматогонияларды пайда етеді. Келесі өсу кезеңі. Өсу кезеңінде осы сперматогониялар біріншілік сперматоцитті қалыптастырады. Келесі пісіп жетілу кезеңі. Пісіп жетілу кезеңінде жыныс шашушалары өседі де, біріншілік сперматоциттің дамуымен, екіншілік сперматоциттің даму нәтижесінде хромосомалары гаплоидтық жиынтығы болатын сперматотидаларды пайда етеді. Келесі қалыптасу кезеңі. Қалыптасу кезеңі осы сперматотидалар сперматозоидқа айналатын болады. Келесі абогенез. Абогенез өзі 3 кезеңнен тұрады. Біріншісі көбею кезеңі, екіншісі өсу кезеңі, үшіншісі пісіп жетілу кезеңі. Слайдқа назар аударсаңыздар, бұнда қалыптасу кезеңі болмайды. Сонымен қатар сперматогенездегі жүретін процестер, бұнда да сондай процестер арқылы жүрілетін болады. Тағы да бір ерекшелігіне келетін болсақ, мұнда сперматогенезде өсу кезеңі аз уақыт алса, мұнда көп уақыт алады. Келесі аталық жыныс шашушасы. Слайдқа назар аударсаңыздар, аталық жыныс шашушасының құрылысы 4 бөлімнен тұрады. Біріншісі басы, екіншісі мойны, үшіншісі денесі, төртіншісі құйрығы. Сперматозоидтың сыртын плазмолема қоршаған. Бұл плазмолемада абоцитті танитын рецептор орналасқан. Мысалы, мен өз танысымды ұзақтан көріп тұрмын. Мен уже оның кім екенін біліп тұрмын да, сол секілді бұнда да абоцитті танитын рецептор орналасқан. Келесі бас бөлімі. Бас бөлімі негізі ядродан тұрады. Ядросында гаплоидтық хромосома орналасқан. Гаплоидтық хромосома дегеніміз 22 аутосомдық хромосома болса, бірі жыныс хромосомасы. Ядросының алдында акросома орналасқан. Бұл акросомада арнайы ферменттер бар. Осы ферменттер нәтижесінде акросомалық реакцияны құрайды. Келесі мойын бөлімі. Мойын бөлімі бұл бізде дисталды және проксималды орталықтардан тұрады. Келесі денесі. Денесінде митохондрия орналасқан. Митохондриясында А тип бар. Ал осы А типті ыдырату үшін бізге денен ағусы көмекке келеді. Яғни бұл денен ағусы жылдамдықты қалыптастыратын болады. Соның нәтижесінде сперматозоид тез қозғалатын болады. Келесі құйрығы. Құйрығы бізде қозғалысты қамтамасыз етіп отырады. Келесі аналық жыныс шашушасы. Слайдқа назар аударсаңыздар, аналық жыныс шашушасының пішіні дөңғалақ, сонымен қатар шар тәрізді болып келеді. Яғни бұл сперматозоидтан қарағанда 300 есе үлкен. Және бұның сыртын плазмолема қоршаса, бұның ішін цитоплазмасы мен ядросынан тұрады. Цитоплазмасында Голги кешені, эндоплазмалық тор, рибосома орналасқан, ал ядросында гаплоидтық хромосома орналасқан. Сонымен қатар бұнда X хромосомасы орналасқан. Бұнда бірақта бұл нәрестенің әйел болып туылуы немесе еркек болып туылуын шешпейді. Келесі аналық жыныс шашушасының ерекшелігіне келетін болсақ, бұнда сарыуызы аз болады. Яғни тауықтарда бізде сарыуызы көп, сонымен қатар жұмыртқасы сыртқа шығарылады ғой. Ал адам организмінде сарыуызы аз, бірақ іште дамитын болады. Келесі бұл 3 қабаттан тұрады, бұның ерекшелігі. Бағанағы плазмолема қабаты, сонымен қатар жылтырақ қабат, бұны басқаша мөлдір зона деп атауымызға да болады. Бұл жылтырақ қабатта сперматозоидты тартып тұратын рецептор орналасқан. Осы арқылы сперматозоидқа сигнал береді. Мысалы, мен әдемі
тоқой сеуіп алдым, әдемі киініп алдым. Соның нәтижесінде мен өзімнің ұнатқан адамымды тарта аламын. Яғни бұларда да сондай бір рецептор орналасады. Келесі бізде сәулелі тәж қабаты орналасқан. Бұл сәулелі тәжде жәнегі қоректік қызметпен сонымен қатар қорғаныс қызметін атқарып отырады. Келесі ұрықтану кезеңі жүреді. Ұрықтану бұл бізде аталық жыныс жасушасы мен аналық жыныс жасушасының қосылу нәтижесінде бір жасушалы зигота пайда болады. Енді осы ұрықтану 3 сатыда жүретін болады. Оның бірінші сатысы гаметалардың жақыннан және дистанды әрекеттесуі, екінші сатысында осы жұмыртқа жасушасының белсенділігі артатын болады, үшінші сатысында сперматозоид овоситке енетін болады. Бірінші сатысының өзі 2 кезеңнен тұрады. Капацитация және дистанды әрекеттесу. Капацитация дегеніміз бұл акросомалық реакцияға дайындық кезең болып саналады. Бұнда қабаттары жұқаратын болады. Ал дистанды әрекеттесу дегеніміз бұл химиялық заттарға қарсы бағытталған. Яғни овоситтің плазмалемасын қаптаған деп айтып едім ғой. Осы плазмалемасында қышқыл орналасқан болатынды. Осы қышқылға акросомалық реакция пигменттерін бөлу нәтижесінде осы химиялық қасиеттеріне қарсы тұруға бағытталатын болады. Келесі сатысы бізде екінші сатысы контакттық әрекеттесу. Контакттық әрекеттесу кезеңінде осы сперматозоид 3 қабатқа қарсы тұратын болады. Сәулелі тәжге, сонымен қатар мөлдір зонаға, содан кейін плазмалемаға. Сол плазмалеманы ерту арқылы аналық жыныс жасушасына кіретін болады. Келесі үшінші сатысы. Үшінші сатысында кортикалды гранулалар плазмалемамен тұтасып, осы ішіндегі жасушаларды сыртқа шығаратын болады. Осының нәтижесінде бізде мөлдір зона мен плазмалеманың арасында перивитилдік кеңістік орналасқан. Осы кеңістікті кеңейтетін болады. Одан кейін барып бізде бөлшектену сатысы кететін болады. Бөлшектену сатысы қарап отырсаңыздар, достар, бірінші тұрған осы ұрықтанған зигота. Осы ұрықтанған зигота қалай жүреді деп, қалай бөлшектенеді деп ойлап отқан шығарсыздар. Яғни бұл дегеніміз митоздық жолмен бөлінетін болады. Бірінші реттік бөліну нәтижесінде, яғни бірінші зиготаның тігінен 2-ге бөлінеді, 2-ден 4-ге, 4-ден 16-ға бөлінеді. Ал осы 4 сағаттан ішінде 4 сағат ішінде жәнегі іші қуыс, шар тәрізді ұсақ жасушалар пайда болатын болады. Ал ол жасушаларды бластомерлер деп атаймыз. Осы бластомерлер әрі қарай бір қабатты ұрық жапырақшалы бластуланы түзеді. Осымен бізде бөлшектену сатысы аяқталатын болады. Келесі тақырыпта біз гаструляция ұрықтансыз ағзалардың дамуын қамтитын боламыз. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.